Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді тауық етімен жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, және де өздеріңіздің лайк комментарияларыңызды жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, ерітілген сары май, жұмыртқа, тұз және де разрыхитель мен қаймақ қажет. Ұнға еріп тұрған сары майымызды саламыз, үстінен тұз қосамыз. Ұнға мен разрыхительді араластырып қойғанмын. Және де осыны қамыр илейміз, яғни песочный тесто илейміз. Осыған қаймағымызды саламыз. Және де бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан соң, салмамызды дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Салманы өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Менде картошка, тауық еті, пияздан және тұз, қара бұрыш. Холодильниктен дайын болған қамырымызды аламыз. Міндетті түрде екі бөлікке бөлеміз. Астыңғы жағын көбірек аламыз қамырды, және осыны осылай жайып, үстіне дайын болған салмамызды саламыз. Және де кішкене сары майды қосып, екінші бөлігін қамырымыздың үстіне салып, қолымызбен осылай қамырдың шетін түйіп шығамыз. Мұқият қарасаңыздар, бірінші осылай түйіп аламыз да, және түйіп болғаннан кейін шетін әдемелеп қолмен реттеп ішке қарай түйіп шығамыз. Дайын болған қамырымыздың, яғни пирогымыздың ортасын кішкене ғана пышақтың көмегімен, болмаса бір қажетті бір көмекпен пирогтың ортасын міндетті түрде кішкене тесіп қоямыз. Өйткені пирогтың ішіне ауа кіру керек. Ол біздің пирогымыздың балығын әдемі болып пісуіне көмектеседі. Және де пирогтың бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаймыз. Қызып тұрған печкаға 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне көргендеріңіздей, біздің пирог осындай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге пирог ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, ыстық күйінде, осындай салқын күнде жегенге не жетсін. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет тойымды пирог. Ыстық тағам ретінде де беруге болады. Осы пирогты ыстық тағам ретінде беруге болады. Барлықтарыңызға пирог ас болсын, дәмді болсын. Және де міндетті түрде менің каналыма жазылып кетіңіздер. Өз лайктарыңызды басып өтіңіздер.